Ассаламу алейкум. Таңды жақсы кейпиятпенен күтіп алған әзиз достар. Араға және бірнеше күнді салып, Ассаламу алейкум Қарақалпақстан көрсетуінің дүретушілік жәмәті және сіздің қызметіңізде. Сіздерге тілегіміз жаңа күн пайызлы, көтеріңкі кейпият, күш қайратқа толы күндердің бірі болсын. Әр күнгідей бүгін де денсаулығымызға әтібарлы болып, саламат тұрмыс тәрізіне әмел етуді ұмытпаң. Басланып отырған жаңа жұмыс әптеңіз табысларға толы болсын. Бұл үшін ерте таңнан алдымызға мақсат қойып, оған ерісу үшін әрекетте болуымыз керек. Бұл жолда сіздерге үміт тілейміз. Азанғы дене шынығулары саламатлығымызды бекемлеуменен бірге терең пікірлеуге де тикар болады. Сондықтан да қанегелеріміз әр күні азанда кемінде 10 минут дене тәрбиясы менен шұғыланып тұруды мәслихат етеді. Біз ойлаймыз, сізлер де ұсындай мәслихатлерден өздеріңізге туры жұмақ шығарып, азанғы дене тәрбиясы шынығуларын орынлап, саламатлығыңызға ітібарлы боласыз. Демек, ендігі нәубет дене тәрбиясы шынығуларына. Жаңаланулар қадемінде баратырған қалқымыз ұлы мақсетлер менен минет етпекте. Олардан ілхамланған жазушы шайырларымыз жақсы шығармалар өретіп, оны келешек әулетқа жеткеруге әрекет етеді. Жақында Өзбекстан Республикасы президенті тәлім-тәрбия мәселелеріне арналған видеоселектор жиналысында әр бір мектепте өретуші жазушылар жұмысқа алынуы хақында айтып өткен еді. Бұл бойынша толығырақ білу мақсатында Қарақалпақстан Республикасы жазушылар ауқамының басшылығы Қарақалпақстан халық шайыры Кеңесбай Каримов пенен сөйлескен едік. Сол сөйлетімізге біргелікте ортақ болың. Кеңесбайға 2020 жыл 30 октябрь күні Өзбекстан Республикасы президенті Шавкат Мирзияев тәлім-тәрбия мәселелерге арналған видеоселектор жиналысында әрбір мектепте жазушыларды жұмысқа алу хақында айрықша тоқтап өткен еді. Осы мәселе хақында айтып өтсеңіз. Haqiqatında Özbekistan prezidenti жастарымыздың tiyanaklı bilim alığına, her temanlama ravajlanığına, intellektin ravajlanığına söytüp, ertengi günü bizim izimizde basatığın hakikat azamatlar, elдің azamatları bolup жетісі үшін juda үлкен qamqorliqlar qilmoqda. Жақында ғана biz Қарақалпақстан Республикасы Жоғары Кеңесінің сессиясында Өзбекстан президентінің тәлім-тәрбияны жетілістіру, сондай-ақ ілім-пән тарауын раважландыру бойынша қосымша ilajlar haqqında пәрманның жойбарын додаладық. Сонда президентіміз сол пәрманда келтіреді. Міне сол уақытқа шекем педагоглардың рөлі, мәселен, айлығы, құлласы педагогика менен ұстазлар менен байланыслы көп жағдайлар бүгінгі күні өзгеше жаңа заман көзқарасынан қарауға бізді мәжбүрлеп отырғанын көрсетіп өтіп, міне мектепте оқуды жаңалау, мәселен, сабақларды әрқилы қызықлы ұсылда өткеру, соның менен бірге мектеп біткерген балаларымыздың сауатының жоғары болуына ерісу мәселесін алға сүреді. Егер міне бір мектептен биыл 11-ші ямасы 13 класс біткерген балалардан 90%-ден жоғарысы, 95% балалар жоғары оқу орындарына кіретін болса, сол мектептің директоры һәм оқу ісілері бойынша директордың орынбасары көп мағдарда ақшылай сыйлықланатын болды, бірінші, екінші, үшінші орындардан белгіленді. Сондай-ақ міне педагоглардың абырайын көтеру мәселесі, оларды жәмиетіміздің ең алдыңғы прогрессив инсанлары, hürmetli инсанлары дәрежесіне жеткеру мәселелері сол пәрманның жойбарында келтірілген. Бұны халқымыз, әсіресе ұстазларымыз жүдә қызғын қоллап қуатлады. Ол пәрман тез арада қол қойылып, іске кірсе деп ойлаймын. Бұл лауазымның әхмиетлі тарифлері неде деп ойлайсыз? Бүткіл түрк классик әдебиятының көзге көрінген ең үлкен уәкілі Әлишер Науайының 580 жылдығын белгілеу мәселесі бойынша қарар қабылдады президентіміз. Бұл һәм міне жастарға, ұстазларымызға, мектеплерге жүдә тығыз байланыслы. Себебі Әлишер Науайыны бүгінгі күні һәмме білуіміз керек деген талап алға қойылады. Міне жастарымыз Науайыны үйрену арқылы тілді үйрену, өзбек тілін, қарақалпақ тілін, түркі тілді терең үйрену, соның менен бірге
міне Навайының алға сүрген кәміл инсан идеясын өздерінде қалыптастыру мәселесі. Президентimiz өзінің шығып сөйлеулерінде әрдайым міне мектеплер менен жоғары оқу орынлары менен жазушылардың байланысын кітап оқу мәселесін алға сүріп келген еді. Бұл сапары өзіңіз тыңлағаныңыздай тікелей айтты. Ұстазлар менен бір қатарда жазушылар, шайырлар, әдебиятшылар мектепке барып, жастарымызды қызықтыру мәселесі, міне тіл үйренуге, шығармалар оқуға, кітап оқуға міне керек болса, Девалы газеталар, мектеп радио үзілдерін шөкімлестіруге мәселен жәрдем беруі әр таманлама. Демек, тәрбие процесіне қатынасу мәселесін президентimiz алға сүрді. Бұл әлбетте өзінің шешімін табады деп ойлаймын. Бұл сол жастарымыздың сапалы білім алуына, халқымыздың ұзақ жылдар давамында бойында қалыптасқан мәдениетін, қадіриятларын тереңірек білуге бұл өзінің жәрдемін тигізеді деп ойлаймын. Бұл мәселе бойынша өзіміздің жағдайларымызды шамалап көріп жатырмыз. Жазушылар ауқамы ағзалары менен бір қатарда жайларда, орынларда істеп жатырған әр қилы тарауларда, ямаса напақаға шыққан әдебиятқа қызығушы әдебият жанкүйерлеріміз көп. Біз оларды іске қосамыз. Барлығы айланып келгенде бір мақсат, ол да болса ертеңгі күнгі лайықлы еліміздің мәдениетін, экономикасын, халқымыздың тұрмыс пәруанлығын көтеретуін азамат жастарды тәрбиелеп болып саналады. Бұл істе президентіміздің сол қамқорлықтары әлбетте өзінің нәтижелерін береді. Бұнда мектеплерге жұмысқа алынатұғын дөретушілердің вазипалары нелерден ібарат болады? Мектепке алынатұғын дөретуші адамлардың, дөретуші интеллигенция вакиллерінің айлық төлем мәселелері, сондай олардың жұмыс шеңберлері белгіленуі тиіс. Бұл бойынша методикалық көрсетпелер болу керек деген сөзді президентimiz айтты. Бұл бойынша міне білімдендіру министрлігі, басқа да тиісті шөкімлер менен мәкемелер, карханалар әзір жұмыс істеп жатырыпты. Бұл өзінің уақытында мәлім болады. Бұл іс әзір ғана айтып өткеніміздей келешек әулетті тәрбиелеу мәселесі үстінде бара жатырыпты. Бұл жөнінде еліміз қаражатты аямайды деп ойлаймын. Мазмұнлы сәубетіңіз үшін рахмет Кеңесбай аға. Бұл әмелге асырылар жұмыслар оқушыларымыздың келешек әулеттің со дүния танымы кең, ой өрісі жоғары болып рауаждануында үлес қосады деген үміттеміз. Сіздің игіліклі істеріңізде, алдағы жұмысларыңызда табыстар тілейміз. Рахмет, сау болың. Әзиз достар, көрсетуіміз давам етеді. Күн давамында жақсы кейпият сізбенен бірге болсын. Күніңіз әуметлі, табысларға толы болсын дейміз. Алдыңызға қойған мақсатыңызға ерісу үшін күш қайрат тілейміз. Енді болса нәубетті бастаушы Наргиза Қожаназароваға береміз. Оның таярлаған рубрикасын біргелікте тамашалаймыз. Мархамат. Ассаламу алейкум. Сіз менің пікірім рубрикасын тамашалап жатырсыз. Біз замандастарымыздың пікірін білуді қаладық. Қандай деп ойлайсыз ба? Сіз бақытлысыз ба? Мінезі түсінікке ие болу үшін біз замандастарымыздан бақыт өзі не деген сұрауға жауап алмақшымыз. Бұл дүниеде әр бір инсан бақытлы. Бақытты әр кім түрліше түсінеді. Әр күні таңда ойынамыз, атқан таңымыздан қуанышлы боламыз. Бұл жарық әлемді ерте таңда сіз қарсы алған болсаңыз, демек сіз бақытлысыз. Біз міне осындай бақыт хақындағы түсініктерді замандастарымыздан біргелікте біліп аламыз. Бізді тамашалауды давам етіңіз. Мен бақыт дегенде тыныш елімізде жасап жатырғанымыздың өзі үлкен бақыт деп түсінемін. Бұндан басқа да шаңырағымыздың амаллығы, ата-аналарымыздың бақыты, өсіріп жатырған ұл-қыздарымыздың бақыты. Бұндан басқа да мен үшін өзім елеген, көзім қызыққан пән бойынша оқытушы болып істеп жатырмын. Сол оқушыларымның әрбір жетістіктердігі мен үшін үлкен бақыт деп түсінемін. Әлбетте мен өзімді бақытлымын деп айта аламын. Себебі ата-анамның аман саулығы, барлығы, балаларымның денсаулығы, һәм шаңырағымның амалығы. Осындай бір сынаулы күндерде әрбір атқан таңымыз, бұл таңда аман сау оянудың өзі бұл үлкен бір бақыт деп есептеймін. Бақыт ең алдыменен мен үшін ата-анамның һәм туған туысқандарымның денсаулығы.
бақыт дегенде шүкіршілікті назарда тұтамын, өзім түсінемін. Кімдір бақытты басқа затлардан іздейді, кімдір байлықтан, кімдір басқа затлардан іздейді, бірақ аяқ қолың сау болса, төрт мүшең сау болса, бұның өзі үлкен бақыт. Сіз үшін бақыт не? Сіз өзіңізді бақытлыман деп айта аласыз ба? Әлбетте, мен өзімді бақытлы деп айта аламын, себебі ата-анамыз бар, денсаулығы мықты, өзіміздің де деніміз сау, қол аяғымыз істеп тұрыпты. Сондай университеттің студентіміз. Бұның өзі үлкен бақыт саналады. Соның менен бір қатарда еліміздің тыныштығы, бұл да үлкен бақыт. Бақытты әркім әртүрлі түсінеді. Мен үшін бақыттың өзі денсаулығымыздың бекем болуы, ата-анамыздың, жақындарымыздың алдымызда аман болуы, hamde кәсібіміздің маманы болып жетілсу мен үшін үлкен бақыт болып саналады. Мен үшін бақыт бұл ең бірінші нәубетте денсаулық. Отанымыздың, жұртымыздың тыныш болуы, сол отанға, жәмиетке керекілі инсан болып жасау, өз кәсібімнің маманы болу мен үшін үлкен бақыт саналады. Ең әуелі біздердің аспанымыздың ашық, еліміздің тыныш болуы біздерге берілген үлкен бір бақыт деп білемін. Менің өзім Қарақалпақ филологиясы һәм журналистика факультетінде бір-бірінен ажайып ұстазлардан тәлім алып атырғаным да үлкен бір бақыт. Һәм осы алған білімлерімді ақлап, келешекте ұстаз болу бақытына мессар болуым, сондай-ақ шәкіртлерімнің менен ұстазым деп мақтанып жүруін мен өз алдыма мақсат етіп қойғанмын. Һәм осы мақсатлеріме талпынған халда мен бақытқа ерсемен деп ойлаймын. Сіз бақытлысыз ба? Бұл сұрауға әркім өз пікірінен келіп шығып жауап береді. Бірақ бұл түсінік біздің ойлау, пікірлеуімізден де кең һәм оны бір ғана жағдайменен тарифлеп болмайды. Айтайық, инсанның дүнияға келуінің өзі де бақыт. Кімгедір сүйген адамына қосылу бақыт. Және кімгедір перзентлі болуы, тағы біреуге өзі мехір қойған кәсібі менен шұғыллануы, көп уақыттан берлі арзу еткен машинасын сатып алуы, жоғары оқу орнына кіруін үлкен бақыт есептейді. Адамлар бақыт деп білген бұл жағдайларды көплеп келтіре беру мүмкін. Бірақ олар арасында сондай бақыты бар. Бұл ана отанға, өзін туылып өскен елге садық болу, жәмиеттің рауажлануы, оның тынышлығы үшін пидайлық көрсету. Адамларды сүю, оларға беғарез мехір көзіменен қарау, һәм өзіне ұқсаған инсан екенлігі, жаратқан алдында тең екенлігін білдіру, бұл да өз алдына бақыт. Лев Толстойдың мынадай гапы бар. Адам жалғыз өзі ешқашан бақытсияр бола алмайды. Барлық адамлар бақытлы болғанда ғана ол бақытлы болады. Хақиқатында да атрапыңдағы адамларға қарап, олардың бақытын сезініп, сен де бақытлы екенлігіңді білесің. Бақытлы болу үшін әр күні не істеу керек? Бұл үшін өмірдегі мақсатыңыз хақында ойлан. Көбінесе өзіңізге өмірдегі мақсат күніге 8 сағат, хаптеде 5 күн жұмыс істеу, напақаға шығу, һәм қай жерге тұрып бару дегені емеслігін еслетіп тұрың. Хақиқи бақыт өмір жолыңызды тауып, оған баратығын әр бір қадемнен зауқлану болып табылады. Бақыт дегеніміз бұл анық формулаға ие емес түсінік болып, әр бір инсан бақытты әр түрлі қабыл етеді, түсінеді. Бақыт дегеніміз психолог сипатында айтатұғын болсақ, мақсаттың анық қойылуы һәм сол мақсатқа ерісу үшін жүретұғын жол, басып өтілетұғын қиыншылықлар, алып барылатұғын істер, һәм осы мақсатқа ерісілген уақытты біз бақыт деп айтсақ болады. Бақыт әр бір инсанның денсаулығы, ата-анасының денсаулығы, жақынларының қуанышы, әр бір ерісілген жетіскелік, бұлардың хамесі бақыт болып есептелінеді. Бақыт негізінде бұл қанат деп түсінемін өзім. Әр бір нәрсеге қанат ету, шүкіршілік ету бұл бақыт. Себебі қанат болмаса, шүкіршілік болмаса, қандай нәтижелерге еріскенменен өзін бақытлы есептей алмайды инсан. Бақытлы болу үшін біздерден ешқандай күш талап етілмейді. Тек қана өз мақсатымызға ерісуіміз керек. Еріскен уақытта біздер бақытты, қуанышты, сезімлерімізді һәм нәрсесін қабыл етіп бара береміз. Әр бір инсан үшін ең дәслепкі бақыт бұл саламатлық.
саламатлык болса, хамме нерсеге ерисүүгө болады. Хамме нерсени кайта тиклөө мүмкүн, хамме нерсени кайта көрүп чыгуу мүмкүн, изге калтыруу мүмкүн, унутуу мүмкүн. Сол ден соолугубуз болса, bunun баары избе-из бола береді. Енді көпчүлүк адамлар бакытты материалдык жагдай менен түшүнөдү, бирок негизинде материалдык жагдай эч нерсени чечпейди. Мисал ретинде айта турган болсам, bir үлкен сарайдан айнасынан карап турган bir келинчик карап турады, 3 этажлы жай, хамме нерсеси бар, үлкен шаңарактын ээси айнасынан термелеп карап турса, далада ижарама жүрген bir келинчик 3 баласын ертип, енді каяка барсам экен деп өтүп баратырып, айнадагы келинчикке көзү түсүп, бул адам кандай бактылуу жасап атырыпты, хамме нерсеси мухайя, 3 этажлы жайы бар, кандай бактылуу дейди, бирок ол адамдын карап туруп, буган хавес этип турганын билмейди. Ол келинчик айнадан термелеп карап туруп, бул келинчик кандай бактылуу, 3 баласын ертип, аркайын айланып жүрүптү. Бунун бактына мен да ерискенимди, мен да сол келинчикти, балаларымды ертип жүргенимди деп карап турган болду. Сондай экен, эч нерсени материалдык, финанслык нерселер менен өлчөөгө болмайды. Ар бир инсандын иши кеулі хак болса, кеулі пак болса, айтыр нерселерден де бакытты табууга болот. Жасап атырганыбыз, ар бир аткан таңыбыз, өзлөрүбүздүн туруп, өзлөрүбүздүн жүрүп жумуска келүүбүз, окууга келүүбүз, ата-анамыздын барлыгы, жакын туускандарыбыздын bizler менен коллап кубатлабы bizlerdi, bunun hamısı бакыт болуп эсептелет. Инсанлар көбүнесе бакытты узактан издейди. Оған жетүү жуда кыйын деп эсептейди. Бирок бакыт биздин жаныбызда, тек оны бакалап билүүбүз ар бир инсандын өзүнө байланышлуу болот. Бакыт болуп сондай нерсе, инсанлар оны барлыгында сезбейди, жоклугунда болса арман этеди. Хаттеки бактылуу адам мен бактылман деп әлемге жар салмайды. Енді сіздерге бақытлы болудың дәслепкі 10 сырын айтып өтемен. Бірінші, дүгірек атрапыңыздағы инсанлардың сіз хақында пікірі, гәп сөзлеріне этибар берместен өзіңіз қалегеніңіздей жасаң. Екінші, артықша шуланбаң. Ол сізді басқалар алдында қолай жағдайға салып қоюы мүмкін. Үшінші, өзіңізді дүниядағы ең сұлу инсанлардың бірі екенлігіңізді ұмытпаң. Бұл менмендік болып көрінуі мүмкін, бірақ сіз өзіңізді, басқаларды жақсы көруді үйренесіз. Төртінші, ар күні күлімсірең. Күлімсіреу бұл бас миымызге біздің бақытлы екеніміз хақында хабар жіберіп тұрады. Яғни, сіз қашан қуансаңыз, қашан күлімсіресеңіз, қан айлансыңыз жақсыланып, эндорфин гормоны бақыт ажыралып шығады. Бесінші, көбірек оптимист инсанлармен сөйлесуге харакет етің. Себебі олардың пікірлеуі, дүния қарашлары сізді ұнамы тарапқа өзгертеді. Алтыншы, адамлардың гәп сөздерін тыңлап білің, бірақ сізге тәсір етуін нормада сақлап білің. Жетінші, бақытлы болуды күтпең. Атрапыңыздағы нәрселердің һәр бір бөлегін бақыттың бір бөлегі деп қабыл етуге үйренің. Сегізінші, еш қашан жоғалтқан нәрселеріңізге өкінбең. Оның сабақлары сізді келешекке пайда келтіру жақтарын ойлап көрің. Тоғызыншы, һәр бір ісіңізді өз уақытында істеуге әдетленің. Оныншы, дүнияда адамларға қызғаныш, көре алмаушылықпенен емес, хәуеспенен қараң. Себебі бұл өмірде сізден де төмен жағдай жасап атырған адамдар бар екенлігін ұмытпаң. Көріп тұрғанымыздай, замандастарымыздың бақыт хақындағы түсініктері әрқилы. Кімдер үшіндір бақыт денсаулығының бекемдігі болса, және кімдер үшіндір ата-анасының барлығы, яки кімдер үшіндір жоғары оқу орнында студент болып оқып атырғанлығы олар үшін бақыт. Бұл дүнияда жасап атырған һәр бір инсан бақытлы, тек қана міне осы бақытты түсініп жасау керек. Сізде бақыттылар арасындағы бақытлы инсан болуыңызға біз шын кеуден тілектеспіз. Менің пікірім рубрикасының кейінгі санында және көріскенше сау саламат болың.
Көрсетуіміз давам етеді. Мәмлекетімізде қайсы бір тарауды алып қарамайық, онда ер һәм аял қыздардың тең сапта тұрып қызмет етіп отырғанлығының куәсі боламыз. Өзбекстанның 2030 жылға шеккен болған дәуірінде тұрақлы рауажлану тарауында 5-ші мақсат, яғни гендер теңлігін тәминлеу һәм барлық аял қыздарды құқық һәм имканиятларын кеңейту. Бұл болса өз нәубетінде социал, экономикалық һәм басқа да ләжларды өз ішіне қамтиды. Біз ұсы бағдарда студиямызға мейман мұрат еткенбіз, Әжінияз атындағы Нөкіс мемлекеттік педагогикалық институты жанындағы академиялық лицейдің аял қызлар мәселелері бойынша мәслихат кеңесінің басшылығы Анар Айымбетова. Анар апа, студиямызға қош келіпсіз. Еңдәсеп, сіз іслеп атырған жәмәттегі аял қызлар мәселелеріне байланысты жұмыстар хақында тоқтап өтсеңіз. Өзбекстан Республикасы жоғары һәм орта арнаулы білімлендіру министрлігінің 2020 жылы 17 июндағы 326 қарарына текарланып, аял қызлар мәселелері бойынша мәслихат кеңесі түзілді. Бізде Нөкіс мемлекеттік педагогикалық институты академиялық лицейінде аял қызлар мәселелері бойынша мәслихат кеңесін түздік. Бұл кеңестің ағзалары текарынан тұрмыс тәжірибелеріне ие болған апаларымыз, соның менен бірге үлгілі шаңарақ, келінлері, қызлары болған аял қызларымызды жәмледік. Демек, бұл мәслихат кеңесінің вазипасы нелерден ібарат дегенде, біз жәмиетіміздегі, минет тарауындағы, мемлекетіміздегі аяллардың орнын күшейту, соның менен бірге кем тәминленген, социалдық қорғануға мүтәж, жалғыз аялларға, имканияты шекленген аялларға жәрдем көрсету, аял қызларымыздың құқын, еркінлігін тәминлеу, басым һәм зорлыққа ұшыраған аял қызларымызды қорғау мақсатында бұл кеңес шөлкемлестірілді. Соның менен біргелікте жас қызларымызды Қызларжан клубына ағза еткенбіз. Бұл Қызларжан клубында текарынан жас оқушы қызлар жәмленген болып есептелінеді. Бұл қызларымыз білімлендіру тарауы, дөретушілік тарауы, әдебият бағдары, кестешілік, қосықшылық тарауларына қызығатұғын, соның менен бірге спорт тарауларында үлкен жетіскенліктерге ие болған оқушы қызларымызды жәмледік. Демек, бұл Қызларжан клубын шөлкемлестіру мақсатымыз қызларымыздың бос уақытларын мазмұнлы өткеру, олардың жәмиеттегі өз орнын табуға имканият жарату болып есептелінеді. Хақиқатында да аял қызлар, аналарымыз шаңарақта да бір белгілі бір кәсіпке, бағдарға ие болса, перзент тәрбиясында да жүда оғада әхмиетлі болады. Енді нәубеттегі сұрауымыз, сізді студиямызға гендер теңлігі хақында сөйлессу үшін де мұрат еткен едік. Енді ең дәслеп гендер хақында түсінікке ие болып алсақ, тамаша көйлерімізге аз-кем мағлұмат беріп өтсек. Демек, гендер түсінігін айтпастан алдым біз, жәмиетімізде шаңарақта еркек һәм аяллардың орны қандай деген сұрауға жауап береміз. Демек, жәмиетте еркек һәм аяллардың орны дегенде бірінші нәубетте біздерге биологиялық фактілер ядымызға түседі. Демек, гендер теңлігінде есе, еркек һәм аяллардың тек қана биологиялық фактілері емес, табиғи, экономикалық, социалдық, психологиялық характерлері, мінез құлқыларын айрықша түсіндіріп беру үшін гендер теңлігі қолданылады. Демек, гендер терминінің өзі 1958 жылы америкалы алым Роберт Столлер тарапынан кірітілген. Роберт Столлердің түсінігі бойынша, демек, гендер текарынан ұлумалық әрқандай жыныстардың мәдени характерлерінің жиынтысы болып есептелінеді. Демек, гендер теңлігі дегенде біздер тек қана аял қызлар үшін берілетін имканиятты емес, еркеклер һәм аяллар тең құқылығы назарда тұтылады, теңдей имканиятқа ие екенлігі, теңдей жауапкершілікке ие екенлігі, һәм еркеклер һәм аяллардың тең жұмыс алып барылуы назарда тұтылады. Демек, гендер теңлігіне текарынан жәмиеттегі аял қызларымыздың, еркеклеріміздің орны. Біздер білеміз, жәмиетте, әрқандай жәмиетте де еркек һәм аяллардың орны үлкен ахметке ие болып есептелінеді. Себебі, әр қайсының да өзінің психологиялық характері бар. Әр қайсының өзінің мінез құлқы бар, әр қайсының өзінің идеясы бар. Демек, осылардың ең жақсы мәдени идеяларының жиындысы гендер теңлігінде түсіндіріп беріледі. Гендер теңлігі хақында айтатұғын болсақ, инсан құқыларын һәм еркінліктерін тәминлеуші текарған заңымыз болған Өзбекстан Республикасы Конституциясында ер һәм аял қызлар тең құқылы деп көрсетілген. Бұның абзаллығы неде?
Гендер теңлігінің абзаллығы енді хақиқатында да Өзбекстан Республикасының Конституциясында ер һәм хаялларның тең құқылығы айтап өтілген. Ер һәм хаялларның социалдық келіп шығуы, діні, тіліне де қарамастан теңдей құқыққа ие екенлігі атап өтілген. Ал гендер теңлігінің абзаллығы неде дегенде біз төмендегілерді назарда тұтамыз. Демек, гендер теңлігі текарынан еркеклер һәм хаяллардың жәмиеттегі орны, ол har қандай тараудан келіп шыққан халда экономика, сиясат, мәдениет, ілім пән тарауында да еркек һәм хаялларының теңдей жауапкершілікке ие екенлігі, теңдей имканиятқа ие екенлігі атап өтіледі. Енді гендер теңлігі текарынан өз ішіне көп тарауды өз ішіне алады. Мысал ретінде гендер теңлігінің хаял қызлар үшін абзаллығы басым һәм зорлыққа ұшыраған хаялларды қорғау болып есептелінеді. Енді басым һәм зорлық дегенде біз бірінші нәубетте жынси зорлық назарда тұтылады, бірақ зорлықтың тек қана жынси зорлықпен шекленіп қалмастан, оның рухи зорлық, психологиялық зорлық, бұл зорлықлар қаяқтан келіп шығады? Бірінші нәубетте еркек һәм хаялларының рухи дүниясының кемлігі, пәслігінен келіп шығады. Шаңырақтағы жетіспеушіліктен келіп шығады. Сонымен бірге мысалы ретінде хаяллардың еркінен айыру. Мысалы ретінде өзінің қалеуі бойынша, өзінің қалеген тарауы бойынша жұмыс алып баруына тосық ету, бұлар да зорлық түріне кіреді. Бұл әлбетте перзент тәрбиясында да кері тәсір көрсетеді. Демек, шаңырақта да еркек һәм хаялларының ахметі жүді үлкен екенлігін назарда тұтуымыз керек. Шаңырақта өсіп келатырған жастар үшін кері тәсір болып есептелінеді. Демек, осылардың алдын алу мақсатында гендер теңлігі әмелге асырылып жатыр. Гендер теңлігі хаял һәм еркеклердің мәпін, мүтәжілігін, үстемлілігін теңдей алып бару назарда тұтылады. Гендер теңлігі әсіресе хаял қызлар үшін көп қана имканиятлар береді. Мысалы ретінде басымға ұшырап жатырған хаял қызларды қорғау мақсатында қорғану ордені шөлкемлестірілген. Демек, хаял қызларымызды жәмиетке қосу, жәмиеттегі өз орнын таба алу үшін кең имканият жаратып береді. Мазмұнлы сәубетіңіз үшін рахмет. Хақиқатында да халқымыз әзелдені хаял қызларымызды қадірлеп, олардың хүрметін өз орнына қойып келген десек, асыр айтқан болмаймыз. Осындай игіліклі жұмысларыңызда табыстар тілейміз. Жақсы жетіскенліктер нәтижелермен және де студиямызда күтіп қаламыз. Әзизлер, көрсетуіміз және Азиз достар, тамашалап отырғаныңыз Ассалаумалейкум Қарақалпақстан көрсетуінің нәубеттегі саны. Бізді дастұрхан атырапында тамашалап отырған ықыласпентлерімізге жағымлы іште тілейміз. Күн дауымында жақсы адамлар һәм жақсы іс әмелдер жолдасыңыз болсын. 20 ғасырдың басыларында Қарақалпақларда 1445 кәсіпші болған. Солардан 304 қожалыққа, бір темірші ұста 204 қожалыққа, бір ағаш ұста 87 қожалыққа, бір етікші ұста қызмет еткен. 19 ғасырдың ақыры 20 ғасырдың басыларында Қарақалпақларда көншілік өнері кеңінен рауажланған. Хәмде Шымбай, Төрткүл, Қоңырат, Қожелі қалаларында кеңінен ен жайған. Көннен ісленген әрқилы бұйымлар қалыптасқан. Көнді текарынан қара малдың, аттың һәм түйенің терілері илеп даярланған. Әсіресе қара малдың терісі жоғары бағаланған. Ондан текарынан аяқ киім тіккен. Қарақалпақларда теріне үйлеу ұсылы жүдә әпуайы болып келген. Теріне үйлеу үшін дәслеп ағын суға бірнеше сутка давамында салып қояды. Кейін тұзу суға салып, ондан кейін терінің жүнін жүн шалғы менен аңсап тазаланады. Тазаланғаннан кейін пәк суға 2-3 сутка давамында салып қояды. Һәм оның үстіңгі жағы жүннің қалдықтарын жақсылап тазалайды. Тағы суға салып алынады һәм кептіріледі. Бұндан кейін әпуай пеште бірнеше күн давамында ысылайды. Кейін оның ішкі һәм сыртқы жағына жұқа етіп май жағылады. Нәтижеде су өтпейді һәм ызғарланбайды.
Қарақалпақтарда тері осылайша үйленеді. Һәм ол шерім деп аталады. Теріні үйлеу үшін ұзынлығы 120-140 сантиметрлік ағаш тақта, ет шалғы, жүн шалғы, тіреу ағаш науы һәм тағы басқа құралдар пайдаланылады. Бұл құралдарды жергілікті темірші һәм ағаш ұсталар соғады. Иленген теріні қарақалпақтар ерді қаплау, аттың ер тұрманы, фарфор кеселерді сақлайтұғын шыны қапларды істелген. Қалың теріні аяқ киімнің ұлтаны үшін, ал жұмсақ теріні аяқ киімнің жоғарысы, яғни қонышы үшін пайдаланған. Сондай-ақ көншілер мәсі тігу үшін ешкі һәм қой терілерін илеген. Барлық бұл тері бұйымдар 19 ғасырда һәм 20 ғасырдың басында қарақалпақтар арасында кеңінен тарады. Әсіресе өгіздің терісі мықты болады. Қой, ешкі һәм түлкі терісін аз-маз тұз һәм бидай ұнын ашыған айран менен араластырып, соның менен иленеді. Оны терінің ішкі жағына жағып, орайды һәм жазда 2-3 күн, ал қыста 5-7 күн қойып алады. Кейіннен теріні жаяды һәм кептіреді. Ет шалғы менен, ямаса ет қырғы менен тазалайды. Әрбір теріні илеу көп күшті талап етеді. Иленген қой терісінен қарақалпақтар тонда тіккен. Қойдың басқа терілерінен ер адамлардың бас киімдері құраш, шөгірме, дегелей һәм тағы басқа бас киімдерді істелген. Осындай теріден істелген әрқилы бұйымдар біздің Қарақалпақстан Республикасы тарихы мәдениеті мемлекеттік музейінің экспозиция залына орын алған. Азиз достар, көрсетуіміз давам етеді. Білесіз бе, халық медицинасында зіреден демленген шай организмді тетіклестіруі һәм иммунитетті бекемлеуі дәлелденген. Хақиқатында да шығыс медицинасында зіре менен әр түрлі кеселіклерді емлеуде пайдаланып келінген. Саламат тұрмыс рубрикасында бұл һәм басқа да денсаулығымыз үшін зәрүр мағлұматлар менен танысасыз. Зіре әзел-әзелден орайлық Азия халықларының сүйіп қолданатын өсімлігі есептелінеді. Халық медицинасында оны көп кеселіклерді емлеуде пайдаланылған. Мәселен, оның пайдасы хақында медицина ілімінің атасы Абу Али ибн Сина онда қыдырушы күш болып желді шығарады һәм тарқатады. Зіре әсіресе оның жабайы түрі ішектің бүріп ауруында, қарын іскенде пайдасы көп деп келтіріп өткен. Сондай-ақ зірені созылмалы ішек кеселіклерінде, бауыр, бүйрек кеселіклерін емлеуде қолданылса, заманауи медицинада оның мейвесінен даярланған дәрі қанды тоқтатуда, ауыз босылығында жараларды, яғни стоматит, гепатит, гастрит, өт жолларын емлеуде пайдаланылады. Үй шараятында дәрі таярлау үшін зіре тұқымына 400 мг қайнаған су құйып, төмен отта 20 минут қайнатылады. Сүзгіштен өткерілген бұл қайнатпа ауқаттан алдын ярым кеседен күніне 3 мәхәл ішіледі. Бірнеше күннен соң жоғарыда айтып өтілген кеселіклер менен ауырған адамлар оның пайдасын сезеді. Ана табиғатымыздың өсімліктер дүниясы жер бетінде табиғи тең салмақтылықтың экобаланстың сақлануын тәмінлеуші тикарғы табиғат байлықларының бірі. Себебі өсімлік дүниясы инсанлар саламатлығы үшін жүдә көп пайдаланылады. Сондай-ақ өсімліктердің бірі седананың да өз орны бар. Ол инсан иммунитетін асырып бірнеше дәртке ем. Бұл өсімлік хақында да ұлы алым Ибн Сина седана организм қуатын бекемлейді, кеселіклердің тәсірінде жоқ болған пайдалы бактерияларды қайта тіклейді деп келтіріп өткен. Хаял қызларымыз әзел-әзелден тағам таярлағанда седанадан пайдаланып келген. Әсіресе өзбек нанлары, сомса пәтірлерді седанасыз көз алдымызға келтіру қиын. Шпакерлер седананы езіп жеу көбірек пайда беруін айтады. Ол иммунитетті бекемлеуден тысқары рак кеселіклерін емлеуде жүдә жақсы пайда береді. Қала берсе қан басымы, ысылықты түсіруде пайда берсе, табиғи антибиотик тәсір күшіне ие. Қара седана майы шаш өсуін жақсылайды һәм оның ерте ағаруының алдын алады. Бірақ оны хәміледарлық уақытында пайдаланудан сақлану керек.
Азиз достар, мінеке көрсетуіміз үшін ажыратылған уақыт та өз жұмағына жетіп бармақта. Ұлы философ Конфуцийдің айтқанындай, мақсатке қарай қандай тезлікпенен кетіп баратырғаныңыз әхметлі емес, әхметлісі тоқтап қалмау. Әне сондай пікірлерменен бүгінгі көрсетуімізді жұмақлаймыз. Алдыңызға қойған мақсатлеріңізге ерсуде сіздерге күш қайрат тілеп қаламыз. Сау саламатлықта және эфир арқылы көріскенше аман болың.